Ислам KZ ұлттық рухани ағарту порталы ұсынады. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Бүгінгі сауалымыз иттің жүнінен тоқылған шұлық жайында. Иттің жүнінен тоқылған шұлықты киюге бола ма деген сауал келген екен. Шариғатта иттің жүні таза, сондықтан да одан тоқылған шұлықты киюге де, ондай шұлықты киіп намаз оқуына да болады. Сондай-ақ мысалы қасқыр, аю, түлкі сияқты жыртқыш хайуандардың да жүндері таза. Тіпті арам өлген малдың жүнін қырқып алып, кейін одан шұлық тоқса да болады. Алайда доңыздың жүні харам, доңыздың өзі арам болғандықтан жүндері де, терісі де арам болады. Нәжіс үкімінде оларды қолдануға болмайды. Тоқетерін айтқанда, шариғатта иттің жүні таза, сондықтан да одан тоқылған шұлықты киюге де, оны киіп намаз оқуына да болады. Енді осы орайда иттің терісі сәл өзгешелеу. Иттің терісін қолдану үшін оны алдымен тазарту керек. Қандай жолдармен тазарады? Шариғатта ит, қасқыр сияқты жыртқыш хайуандардың, жан-жануарлардың терілері екі жолмен тазарады. Біріншісі илеу арқылы, екіншісі шариғат талабына сай бауыздау арқылы. Мысалы, итті, малды бауыздағандай шариғат талабына сай бауыздап, бойындағы қанын ағызып тастаған жағдайда оның терісі де таза үкімін алады. Ал енді бауыздалмаған болса, қолданбай тұрып илеу керек алдымен. Илеуді де екіге бөледі ғалымдар. Бірі хақиқи илеу, оны кәдімгідей иін келтіріп илеуді айтамыз. Ал екінші хукми илеу, дибағул хукми дейді. Оған не жатады? Оған мысалы тұз сеуіп, немесе үстіне топырақ сеуіп, күнге кептіру арқылы тазартуды айтады. Күнге кептірілгеннен кейін, егерде иістенбейтіндей және бұзылмайтындай күйге енсе, ол да таза үкімін алады. Оны шариғи кітаптарда тәшмисан ау тәтрибан деп келеді. Сонда біле жүрген жөн. Вальхамдулиллахи раббил аламин.